Ал біз, құрметті көрермен, хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Тағы бір неміс компаниясы Қазақстан мен Қытай шекарасына әуежай салмақ. Қорғаста бой көтеретін терминалда жылына 50 мың тонна жүк тасымалданып, сағатына 500 жолаушы қатынайды. Бұл туралы бүгін Қазақ-неміс бизнес форумда айтылды. Бұдан бөлек Германия экономиканың әртүрлі саласына, соның ішінде ауыл шаруашылығы бар, энергетика, көлік, логистика жаңаған әріптесім айтып өтті. Бір талай жобалар жүзеге асыруға ниетті. Дәл қазір әріптесім Зұлқарнай Ермұратұлы тарқатады. Астанадағы алқалы жиынға 500-ден астам қатысушы келген, оның 150-і неміс инвесторлары. Келелі кездесу аясында бірнеше шарт жасалды. Мәселен, Бәйтерек холдингі мен Класс компаниясы арасындағы келісім негізінде жалпы құны $1 миллиард құрайтын зауыт салынады. Неміс компаниясы бұған дейін Солтүстік Қазақстанда ауыл шаруашылығы көліктерін құрастырып келген, енді салаға қажетті құрылғыларды өндіруді көздеп отыр. Ал Бәйтерек холдингі өндірілген өнімдерді шаруаларға жеңілдетілген талаптармен ұсынады. Класс берет на себя обязательства по... Зауыт құрылысын неміс компаниясы толығымен өз мойнына алады. Яғни олар ауыл шаруашылығы секторына қажетті құралдарды өндіретін болады. Әрине, Класс компаниясы бұған дейін Қазақстанда жұмыс істеп келді. Ендігі мақсат жоба ауқымын кеңейту. Бүгінгі бизнес форум соған жол ашады. Ал Sky Hansa компаниясы біздің нарыққа алғаш рет аяқ басты. Себебі Қазақстан 9 жолдың торабында орналасқан, әрі шығыс пен батысты біріктіретін негізгі дәліз. Сондықтан Қазақ-Қытай шекарасындағы қорғас өндірістік аймағы мен шығыс Еуропа шекарасына аэропорт салуға бейіл. Жоба құны 500 миллион еуро. Құрылыс жұмыстары 3 кезеңді қамтиды. Бұл президент жолдауындағы әуе хабын құру жоспарына саяды. Жоспар бойынша алғашқы кезеңде негізгі инфрақұрылым салынады. Әрі қарай жолаушылар терминалының өткізу ауқымы кеңейтіледі. Жанар жағармай қоймасы да қарастырылған. Алғашқы кезең 2027 жылы аяқталып пайдалануға беріледі. Неміс өнімі сапалы әрі экологиялық таза, сол үшін де әлемде сұранысқа ие. Шетелдік компанияларға Қазақстанда бизнесін дөңгелету тиімді. Себебі Еуропада коммуналдық шығындар қалтаны қағады, ал Қазақстанда баға тұрақты. Сондықтан шетелдік инвесторлар біздің елмен қол алысуға бейіл. Олар тек кәсібінен нәсіп тауып қана қоймай, маман даярлаумен де айналысады. Они обучаются. Неміс кәсіпкерлері қазақстандық азаматтарды барынша өндіріс ісіне бейімдеуге тырысады. Сол үшін тіпті колледждермен қосымша келісімшарт жасап, өздерінің бағдарламаларын ұсынады. Бұл Қазақстан үшін өте тиімді деп ойлаймын. Қазақстан мен Германия арасындағы байланыс бұрыннан бекем, ал бұл бизнес форум арадағы достықты одан әрі нығайта түспек. Зұлқарнай Ермұратұлы, Қожабек Аханов, Нұрдәулет Қарабаев, Жібек жолы.